Мәссаған қыздар, мен алданып қалдым. Осы үйдің тірлігін жасап жүргенмін ғой. Бір кезде күйеуім келіп тұр, мен киімдерімді реттеп берші деп. Мен түсінбеймін, неге деп қоямын ғой. Ол айтады бір кезде, мен PlayStation ойнап келемін балалармен дейді. Мен ашуланып, неге тап бүгін бармасаң болмай ма? Аптасына бір рет демаласың, сол демалысты біз бәріміз асыға күтеміз ғой балаларыңмен деп. Ашуландым да бір кезде. Ақыры онда сен де PlayStationге барады екенсің, мен онда өзім киноға барамын, балаларды алып дедім да. Ашуланып осылай мен де өзінен бұрын отырып алған соң машинаға сықтай болып дайындалып алдық та, машинаға отырып алдық та, бір кезде машинада келе жатсақ, бір кезде күйеуім айтады, мә че-то мені қарным ашты деп қойды. Менің ойымда дым жоқ қой, бүйтіп қоямын ғой. Давай онда сен ойынша бірінші бізбен кіріп тамақ ішіп ал, сосын кете бересің ғой әрмен қарай деп қоямын ғой. Иә деп қояды. Бір кезде тамақ ішіп болғаннан кейін енді бар кете бер, онда бара бер, онда өзіміз кетеміз ғой, ары қарай киноға барамыз десем, бар киноның билетін көрсек қандай киноға барамыз дейді. Мен ана бөлек шайық дегенге барамыз деп жүргенмін ғой. Сол бір кезде айтады, мен саған ойнап айттым дейді. Мә дедім, қалай сонда мен алданып қалдым деп. Бір кезде ақыры киноға кірейін деп тұр екен соң, давай екеуміз бірге кірейік дейді. Ойбай деп мен мәз болып ана жерде бөлек шығайық деген киноға билет алып алдық. Бір кезде кинодан шықтық та, бір кезде қарасам жанымна технодом деп тұр ғой. Мә бір кезде че-то кіргім кеп тұр деп ішіне кіріп, қыздар Алиса алдырды алғансың ғой, умный Алисаны. Мә мен деген ана жерде қуанып мәз болып, мен қуансам күйеуім қуанып жүр ғой. Мә басқа саған жақсы болды деп қояды, күнде телевизорден айырылмайсың деп. Негізі үйде телевизор бар ғой, мына екінші телевизорды қоса алмай жүргенбіз. Телевизор тек интернетпен ғана жұмыс жасайды да. Мә прямо де мен қуанышымда шек жоқ қой. Менімен бірге балам да қуанып жүр ғой. Оған да жақсы болды, конечно, мультик қарайды. Ай қыздар, қой екенімізді осы жерде де мойындамаймыз, иә. Осылай кірімізді шығамыз деп ақыры бірдеңе алдырып шықтым ғой. Мә еще маған күйеуім бүйтеді ғой. Болды, онда осы туған күні расчет деп қояды. Мә жынсың ба, бұл деген общий ғой, бәрі көреді дедім. Мә оны білгенде алмай қойып, или басқа бірдеңе алатын едім ғой деп тағы ашуланып қалдым.